Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 23 маусымы сейсенбі. Әлемдік қаржы нарықтары соңғы күндері таяу шығыста болған оқиғалардың әсерін бағалауды жалғастыруда. Инвесторлар бұл жағдайдың инфляцияға, орталық банктердің саясатына және әлемдік экономикаға қаншалықты ұзақ мерзімді ықпал ететінін түсінуге тырысуда. Негізгі назар әлі де энергетикалық нарықтарға аударылғанымен, макроэкономикалық көрсеткіштерде қайтадан алдыңға қатарға шыға бастағанын көріп отырмыз. Бүгінгі күнтізбе экрандарыңызда, достар, және дәл осы оқиғалар бүгінгі күннің жалпы динамикасын анықтайтын болады, және дәл осы жағдайларды бізде сіздермен бірге мұқият бақылайтын боламыз. Әрмен қарай әдеттегідей доллар индексіне көшетін болсақ, DXY доллар индексі соңғы апталардағы жергілікті жалпы максимумдарға жақын деңгейде сақталуда. Америкалық валютаға сұраныс бірнеше фактордың арқасында жоғары болып отыр. Біріншіден, геосаяси белгісіздік жағдайында инвесторлар долларды негізгі қорғаныс активі ретінде қарастыруда, жалғастыруда. Екіншіден, федералдық резервтік жүйесінің өкілдері пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге қатысты сақтық танытып отыр. Өткен аптада ФРЖ төрағасы жалпы инфляцияның тұрақты түрде төмендеп жатқанына көбірек дәлел қажет екенін атап өтті. Және онымен қатар нарық әлі де биыл мөлшерлеме төмендейді деп күтуде. Алайда жылдам жұмсарту ықтималдығы айтарлықтай азайғанын айта кету қажет. Дәл сол соңғы ФРЖ-нің отырысынан кейін біз көріп отқандай, доллардың динамикасы өте жоғары болды. Мына жерде біз көріп отқандай, соңғы 6 күн барысында доллар шамасымен 99.5 деген көрсеткіштен 101-ге дейін бірден секіріп кеткенін көріп отырмыз. Және бұл динамика жалпы есебімен бір деңгейде сақталады деген ой пікірлер бізде бар. Яғни әрмен қарай өсу ықтималдылығы әлде сақталатынына қарамастан әрмен қарай өсім болатыны екіталай екенін айта кету қажет. Еуро нарығында жағдай күрделі күйде қалып отырғанын айта кету керек. Еуро-доллар жұбы қысым астында саудалануда. Еуропа экономикасы үшін энергия ресурстары бағасының өсуі қосымша тәуекел болып жатыр дәл қазір. Еуро аймақ елдері мұнай мен газ импортына тәуелді болғандықтан энергия бағасының қымбаттауы инфляциялық қысымды қайта күшейтуі мүмкін. Сонымен қатар Еуропалық орталық банк өкілдері ақша несие саясатын жұмсарту мәселесінде сақтық танытқанын айтып келеді. Инвесторлар экономикалық өсімнің баяулауын қауіптенуде дәл қазір. Бұл бірақ енді барлығы ұзақ мерзімді перспектива екенін айта кетейік. Дегенмен де еуроның енді долларға қатысты сәл болса да баяулауын күтетін боламыз. Әрмен қарай британ фунты да долларға қатысты әлсіздік көрсетуде. Фунт доллар жұбы доллар динамикасына және Англия банкінің алдағы қадамдарына байланысты қозғалып жатқанын айта кету қажет. Ұлыбританиядағы соңғы инфляциялық көрсеткіштер аралас нәтиже көрсетуде. Сондықтан нарық Англия банкінің келесі шешімдеріне қатысты күтулерін қайта қарастыруда. Кейбір сарапшылардың пікірінше энергия бағасының өсуі жалғасса, Англия банкі қатаң саясатты бұрын күтілгеннен ұзақ сақтауға мәжбүр болуы әбден ықтимал деген ой пікірлер бар. Мұнай нарығында да жоғары құбылмалық сақталып жатқанын айта кету қажет. Бірақ достар, мұнай нарығына біз сіздермен бірге келесі тақырып барысында көшетін боламыз. Алдымен енді ұлыбританиялық валюта туралы өз ой пікірімізді айта кететін болсақ, бұл жерде жалпы есебімен кішігірім күшеюі әбден ықтимал, күшею пайда болып қалуы әбден ықтимал екенін айта кетейік. Мұнай нарығында құбылмалық туралы айта кететін болсақ, WTI және Brent маркалы мұнай бағалары таяу шығыстағы оқиғалардан кейін қалыптасқан жоғары деңгейлерде қалып жатыр. Әзірге нақты жеткізілімдердің бұзылуы байқалғанымен, инвесторлар бағаға қосымша геосаяси тәуекел жалпы үстемесін енгізуді жалғастырып жатыр. Бір қатар инвестициялық банктердің сарапшылары шиеленіс алдағы апталарда сақталса, мұнай бағасы нақты жеткізілімдердің қысқаруынсыз-ақ әрі қарай өсуі мүмкін деп есептейді. Бұл әлемдік экономика үшін инфляциялық тәуекелдердің қайта күшеюін білдіреді. Сондықтан көре отырайық қандай жағдай болатынын. Бірақ енді бұл сәттерде дәл осы төмен динамика сақталуы әбден ықтимал деген ой пікірлер бізде бар. Яғни әзірге енді геосаяси жағдайды талқылап өтетін болсақ,
жалпы есебімен айтқанда мұнайға бір қауіпті факторлар бар деп айта алмаймыз. Жапон иенасы нарығында екі түрлі фактордың әсері байқалады. Бір жағынан иена қорғаныс активі ретінде сұранысқа ие, екінші жағынан ақш облигацияларының жоғары кірістілігі долларды қолдап отыр. Сондықтан доллар иена жұбы жоғары деңгейлерде қалуда. Инвесторлар Жапония банкі өкілдерінің мәлімдемелерін жіті бақылап отыр. Мөлшерлемелердің одан әрі жалпы көтерілуі туралы кез келген белгі иенаның нығаюына себеп болуы мүмкін, жалпы есебімен айтқанда. Сондықтан әрмен қарай біз сіздермен де мұқият көре отырайық. Бірақ жалпы есебімен сигналдарды байқайтын болсақ, әзірге жапониялық иена бір күшейеді деген ой пікірлер бізде жоқ. Десе де көре отырамыз, қандай жағдай болатынын. Канадалық доллар туралы тақырыпты әрмен қарай жалғастыратын болсақ, канадалық доллар мұнайдың бағасының өсуінен қолдау алуды жалғастыруда. Мұнайдың қымбаттауы Канада экономикасы үшін дәстүрлі түрде оң фактор болып саналады. Алайда америкалық доллардың күшеюі канадалық доллар жұбын төмендеу әлеуетін шектеп отырғанында айта кету қажет. Сондықтан көре отырайық. Әзірге мұнай бағасы төмен динамиканы көрсетіп жатқанын біз сіздермен бірге көрдік, және әрмен қарай қандай жағдайлар болатынын әрине де мұқият бақылаймыз. Алтын бұрынғыдай негізгі қорғаныс активтерінің бірі болып қалуда. Бұл дәстүрлі жағдай. Күшті долларға қарамастан геосаяси тәуекелдердің сақталуы алтынға деген сұранысты қолдап отыр. Көптеген инвесторлар бағалы металлды инфляциядан және нарықтағы тұрақсыздықтан қорғану құралы ретінде қарастырады. Сондықтан көреміз, әзірге осы шиеленістердің барлығы қазір алтынды қолдап жатыр, бірақ біз білетіндей күшті доллар әдетте алтынның өсу әлеуетін шектейтін мүмкіндіктері бар. Қор нарықтарында көңіл-күй аралас күйде қалып отыр. Америкалық индекстер жоғары мөлшерлемелерге қатысты алаңдаушылық пен компаниялардың жақсы қаржылық нәтижелері арасында тепе-теңдік сақтауда. Технологиялық сектор жасанды интеллект пен цифрлық технологияларға деген қызығушылықтың арқасында тұрақтылық көрсетілуде. Сонымен қатар энергия ресурстары бағасының өсуіне тәуелді компаниялар қысымға ұшырап жатыр. Бүгін инвесторлар өндірістік сектор мен қызмет көрсету саласындағы іскерлік белсенділік индекстерінің жариялауына назар аударатын болмақ. Бұл көрсеткіштер екінші жалпы 90-дағы әлемдік экономикалық тұрақтылығын жалпы бағалауға мүмкіндік береді. Осылайша нарықтар үшін басты факторлар өзгеріссіз болып қалуда. Бүгінгі таңда ол геосаяси тәуекелдер мен орталық банктердің болашақ қадамдары. Қазіргі уақытта доллар өз артықшылығын сақтап отыр. Мұнай жоғары деңгейде қалуда, ал инвесторлар тәуекел мен қауіпсіздік арасындағы тепе-теңдікті іздеуді жалғастыруда. Осымен бүгінгі біздің кішігірім қаржылық брифингте өз мәресіне жетуде. Достар, назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Жағдай қызықты болып жатыр. Дәл осы жағдайды біз сіздермен бірге талқылайтын боламыз, және міндетті түрде форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, біздің Telegram және Instagram парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар YouTube арнасына жазылып хабарламаларды да қосып алуды ұмытпаңыздар, және мен сіздерге келесі кездескенше сау болыңыздар деп айтамын.